құрметті ұстаздар, ардақты ата-аналар, және білімге құштар оқушылар. Биыл тәуелсіздігіміздің 30 жылдық мерекесі қарсаңында Кепебұлақ ауылында ақиық ақын Нүсіпбек Исахметовтің мүсінін қоюға арналған салтанатты жиынға қош келдіңіздер. Армысың ардақты ауыл Кепебұлақ, өзіңнен мен қалайша кетем жырақ, өзіңнен өмір бойы өлең алып, өзіңді өлеңденше өтем жырлап деп ақиық ақын жырлағандай бүгінгі күнде осы киелі ордамызға ақынымыздың есімімен аталса, едіге кезекте мүсіні киелі мекенге қойылмақ. Ендеше ақынымызға арналған салтанатсыз жиынымызды ашық деп жариялаймын. Бүгінгі біздің қуанышымызға ортақтасу үшін салтанатты жиынға келген құрметті қонақтармен таныстырып өтейін. Аудан әкімінің орынбасары Бағбаев Қадыржан Исаханұлы, ақынның ұлы Исахметов Араби Нүсіпбекұлы, мен қызы Гаухар және туыстары. Жазушылар одағының мүшесі, баспагер аудармашы, арабша, қазақша 3 кітаптың авторы, Бекіндей бұлттар баспанасында кітаптары жарық көрген жазушы баспада, полиграфия ісінің үздігі Қайрабай Жұмабай Қожақанұлы. Және Жұмабай ағаның баласы бүгінгі мүсіннің авторы Бақтияр және мүсінші Ерлік Иманқұлов келіп отыр. Сонда ауылымыздың ардақты ағалары, ақсақалдары, әжелері, осы ауылдан түлеп шыққан ер азаматтар, сыртта жүрген, осы ауылда еңбек сіңіріп жүрген азаматтар өшірге жиналып отыр. Оны атасақ, мына ауылымыздың ақсақалы Оспанбаев Төлен ағамыз, ардагер ұстаз, ауданның құрметті азаматы Әлбек Тоқан ағамыз, кетпені ауыл ақсақалдар атқасының мүшесі Дауыт ағамыз, осы ауылда көп жыл еңбек еткен, колхозды басқарған Тұрсын ағамыз, сонда Қасиқан ағаның ұрпақтары, тағы ата аталмаған осы ауылға жанашыр азаматтардың бәрі толық жиналды. Шамда шыңда өстім, жасымда жамбыл шырын тыңдап өстім. Тау мен ойдың арасын жалғастырып, жеті шөлді жырға қостым. Кетпесем де әлемге таралып ақ, өз орнымды өмірде аларымнан. Бар аймаққа ақын боп қалмасам да Жетісуға ақын боларым. Армысың ардақты ауыл Кепебұлақ, өзіңнен мен қалайша кетем жырап, өзіңді өлгенше өтем жырлап. Ауылым аманбысың кіндік кескен, тұқымыңның туған жерінен кіндік кескен. Қарға түскен жерімнен қағып алған, жүрмісің әлі тірі күндік шешем. Қосылып сала-сала түрлі жақтан, қосып тауларымның үңгі аққан. Өзенім Кепебұлақ бердім сәлем, толқыннан тереңнен сүңгіп шыққан. Деп ақиық ақынымыз жырлап өткен екен. Ендеше салтанатты жиынымызды бастамас бұрын әсем әнге кезек берейік. Ауылымыздың мәдениетінің меңгеруші Жылқыбаев Тәкеннің орындауында елге сапар қабыл алыңыздар. Para
мектепті аяқтап, 1954 жылы Кетпен ауылындағы орта мектепті бітірді. Орта мектепті тәмамдап, Алматы қаласындағы Абай атындағы педагогикалық институтына қазақ тілі мен әдебиеті, тарихи бөліміне оқуға түсіп, 1959 жылы бітіріп шыққан. 1959-1966 жылдары Ұйғыр ауданы Ленин атындағы орта мектепте, сонымен қатар 1960-1966 жылдары Кетпен орта мектебінде, 1966-1978 жылдары Іле ауданындағы ынтымақ және жаңа дәуір мектебінде директорлық қызметін атқарды. Ақын жұмыс істеген жылдары өзінің іскер басшысы екендігін көрсете білді. Талантты ақын, КСРО және Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, оқу ағарту ісінің үздігі, еңбек ардагері, Іле ауданының құрметті азаматы Нүсіпбек Сәтбаев атамыздың бүгінгі таңда өз аталған мекемеге мүсіні қойылмақ. Олай болса, құрметті ағайын, осындай салтанатты жиынға келген қонақтарға сөз кезегін берсін. Ауылымыздың ақсақалдар кеңесінің төрағасы Оспанбаев Төлен атамызға сөз берсек. Құрметті ауылдастар, қонақтар, біздерге ауылымыздың жанашыр азаматтары, ел ағалары, халқы ел үшін еңбек етіп, туған жерге туымды тіктеп, соған жанашырлық көрсетіп жүрген азаматтар келіп отыр. Барлықтарыңыздың келгендеріңізге үлкен рахметімізді айтамыз. Міне осы мектептің атын Нүсіпбек Исахметов атына беруге де сіздердің үлестеріңіз мол болды. Мерейтойына түсуге де сіздердің үлестеріңіз. Міне бүгін бір үлкен іс-шара мүсіні қойылғалы отыр. Сондықтан осындай қолдағы барды бағалап, еңбегін аздан болса құрметтеп, осындай ел ағасы, ел жұрттың адамы, тек қана біздің ауылдың ғана, атаның ғана баласы емес, ел жұрттың баласы деп құрмет тұтқандарыңыз үшін барлықтарыңызға басын иіп рахмет айтамын. Сондықтан оңайға кеткен жоқ. Мына қиыншылық заманға қарамастан алыс жақыннан келіп отырсыздар. Сондықтан не дейміз? Ел үшін, туған жерің үшін қызмет ете беріңдер. Сендер сияқты жас ұрпақтар өсіп-өніп, өркендеп, сендердің жолдарыңды қуып, елдігімізді, бірлігімізді көрсете берсін. Олай болса, келесі сөз кезегін ардагер ұстаз Әлібеков Тоғар атамызға сөз кезегін берсек. Ардақты ағайын, құрметті қауым, ел жұрт, бауырлар, мынау бүгінгі өткізіліп отырған іс-шара аудан көлемінде, тіпті облыс көлемінде, мемлекет көлемінде өткізілетін іс-шаралардың бірінен жатады. Мынау Нүсіпбек Исахметов деген ағамыз, өздеріңіз білесіздер, осы Кепе-бұлақ пен Жеңіскенің суын ішіп, осында бір топ азамат елге танылғандардың ішінен алдыңғы қатарларының бірі болып саналады. Егер ел болмаса, жұрт болмаса, халық болмаса, оның арасынан ер де тумайды. Ал ерім деген ел болмаса, ер де болмайды. Міне солардың бірі бүгінгі сіздер еске алып отырған Нүсіпбек Исахметов. Қазір осында біз бірінші аяқ басқанымызда, бірінші ойлағанымыз, міне Ұлы Отан соғысынан кейінгі осы жерден өсіп шыққан Нүсіпбек Исахметов, Қасенхан аға, Бәкен аға, Нұрмұхан аға,
тағы басқа да аталған аталмаған азаматтардың еңбегі осы ауыл үшін, жалпы ауылдарымыз үшін ерекше болады. Қазіргі біздің қатарымыздағы бізден үлкендеу азаматтардың барлығы да солардың сарқытын ішіп, солардың тәрбиесін алып, осы дәрежеге жеткенін ұмытпауымыз керек. Құрметті ел жұрт, егер де сіздердің ықыластарыңыз болмаса, сіздердің қадірлеріңіз, жаңағы жеке ұрпаққа деген, азаматқа деген жылы сөздеріңіз болмаса, бүгінгі мына мектеп Нүсіпбек Исахметовтің атында болмайтын еді. Оның бейнесі өзі қаза тапса да, бейнесі келіп мына жерге орнамайтын еді. Сондықтан да әр азамат, кім болса сол болсын, ол мемлекеттік дәрежедегі азамат болсын, кішкене азамат болсын, халықты сыйлау керек. Міне сондай халықты сыйлау дегеннен келіп туындайтын мәселе бүгін қалада өссе де, қалада жүріп, елді көп көрмесе де, осы халыққа бір шай берейін, халықпен қайтадан қауышай, танысай, білісейік деп келген мына ұрпақтарына шын жүректен рахмет айтуға тиіспіз. Құрметті қауым, Нүсіпбек Исахметовтің мен әдебиетші болғандықтан білемін, жалпы қазақ поэзиясындағы ауыл тақырыбында жырлармен ерекше көрініп отырады. Нүсіпбек Исахметов анау 20 ғасырдың 60 жылдарында бір топ шоу жұлдыздай болып азаматтар біздің поэзиямызға келіп қосылды. Олардың қатарында өздеріңіз білетін Мұқағали Мақатаев, Тұманбай Молдағалиев, Қадыр Мырзалиев, тағы басқа да көптеген ақындар бар. Солардың ортасынан ой орын алған біздің жерлесіміз ағамыз Нүсіпбек Исахметов. Ол туралы өз кезінде атақты біздің классигіміз Әбілда Тәжібаев, Тұманбай Молдағалиевтан өз пікірін білдіріп, өз стилі қалыптасқан ақын деп еңбегін атап өткен болады. Ендеше біз ағамызды бекер құрметтеп жатқанымыз жоқпыз. Өйткені ақын мен ғалым, жазушы халыққа шөп шауып бермейді, асты құрып бермейді. Олар өздерінің жаңағы келешек ұрпақты адамгершілікке тәрбиелеу үшін рухани дем беретін тұлғалар болып есептеледі. Солардың ортасында біздің ауылдың азаматтары, біздің еліміздің азаматтары барында біз қуануымыз керек. Құрметті қауым, осы жағын дұрыс түсінуіміз керек. Сондай-ақ мынау қазіргі жағдайда еліміз егемендік алған, кереметтей Қазақстан деп дүние жүзіне танылған кезеңде біздің жазушыларымыз, ақындарымыздың сөзі екінші бір жаққа қарай шығып, оларды көбінесе көзге елемеу тенденциясы қалыптасып келеді. Олай емес. Бәрі уақытта тарихта жазылған сөз қалады. Олардың шығармаларындағы халықты құрметтейтін, халықты насихаттайтын пікірлері қалады. Болмаса Абай Құнанбаевты неғып еске алып жатырмыз? Жамбыл Жабаевты неғып еске алып жатырмыз? Осылардың барлығы біздің үлкен тарих. Бүгін мына келіп отырған сөзімді бірақ айтып кетейін. Ағамыз Баспагер ағамыз өзінің үйіндегі кітапханасын тұтас көшіріп осында әкеліп жатыр. Бұл үлкен іс шара. Бұл Советтер одағы кезінде болатын болса, мен тарихта білемін. Мынау кітапқұмар Қадыр Мырзалиев деген ағамыздың қазақтардың ішіндегі ең бай кітапханасын өзінің оралына апарды. Міне сол жолды жалғастырып, міне бүгін осында кітабын әкеп отыр. Сондықтан біз ақын жазушыларға деген, ерлерімізге деген, рухани дем берушілерімізге деген пікірімізді мәңгілікке сақтауымыз керек. Олар мынау біздің жас ұрпақ үшін, осы Нүсіпбек Исахметов атындағы мектептің оқушылары үшін үлкен дүние болып есептеледі. Барлықтарыңызға жаңағы бүгінгі іс-шараға үлестеріңізді қосып, жылы сөздеріңізді айтқандарыңыз үшін, және келгендеріңіз үшін біз жаңағы туған туыстарының атынан рахмет айтамыз. Барлықтарыңызға рахмет, аман болыңыздар. Барлықтарыңыздың ұрпақтарыңыз осы сіздер сияқты біздің елдің атын шығаратын азаматтар болсын. Рахмет. Ендігі сөз кезегі жазушы баспагер Қайранбай Жұмабай Қожақұлына беріледі.
қадірменді ауылдастар, туыстар, үлкен кіші ел жұрт, әрбіріңізге басын иіп сәлем беремін. Енді өшірдің суын ішкеміз, ауасын жұтқамыз, осынан бастауыш мектепте білім алғамыз, сөйтіп жүрер жол, әркімнің жолы басқа болса ақырындап кеткенбіз. Бірақ қанша деген уақытта ешкімнің үлкейгенде басы отаны болмайды екен. Сол жер, сол су, балалық шағы қай жерге кетсе, сол ең жақсы деген тәртіп деген сол екен. Енді бүгінгі шара ақын ағамыз туралы болып жатыр. Бұдан 2 жыл бұрын екен Құсайын деген ағамыз өстіп ғана ақын ағамыз Мүскөпке бір бюст орнатайық деп, ескерткіш орнатайық деп ниет қылып жатырмыз. Соны жаңағы Оралсан келген еді. Өйткені менің балам кеткендегі сәл ұлжанды жасап қойғанын білемін. Содан айтып жатыр, содан кейін мақұл дедім. Содан кейін жаңағы балама келіп айттым, осылай деп әрине жасайтын деген бұл сіздің ауыл болса, өзіңіздің ел болса деп сөйтті. Сонымен енді бұл 1 жылдың аяғында бұл жұмысты бастау керек болып, папа дейді ғой, енді жаңағы материалды ақшаға айдарамыз дейді. Содан кейін мен жаңағы қалтымнан 100 мың теңге беріп осыған материал алдым. Жетпегенін тағы көреміз. Сонымен ол материалды алып, ішкі қаңқасын бар еді. Басқасын іскен, енді сыртта жаңа сазалшы. Оларға мүсіншілерге қатысып балшық бар еді. Грина дейді. Сонымен ақылды жасай бастады. Жақындап қалдым деп, содан енді мен білетін Құсайын ол кісіге жазғанда осылай дедім. Ол баласы бар, осындай арайым деген. Барамыз деді. Содан олар 3 рет барды, мен 2 ретінде бірге бардым. Содан ана жері кемшін, мына жері кемшін, мына жері ұқсамайды, мына жері толық, мына жері артық деген сияқты әңгімелер болды. Содан мен сол 3 рет қараудан кейін барып, болады деген қорытындыға келіп тоқтадым. Ал енді жаңағы оны жасадым деп отырған Бахтияр Құлдабек. Иә. Мен Бахтияр менің балам үшінші. Мына ерлік екеуі бірге қазір Таңсықбаев атындағы, бұрын Гоголь атындағы суретшілер училищесі, қазір колледж. Сонда екеуі де сабақ береді. Ол сабақтан кейінгі уақытта шығармашылық жұмыстармен айналысқанда екеуі бірге бір мастерскойда жұмыс істейді. Жақсылықтың ертеңгесі жоқ, бәрі жақсы. Үспек ағамызды, ақын ағамызды, өнер адамын өстіп әкеп, мына жаңағы тұғырына қойып сөйтіп жатқан жағдай бар. Енді жаңағы Құсайын ағаның болысқаны астындағы тұғырды сол Құсайын аға жасатып берді. Соның кейін мен жаңа ол кезде 71 жастан кейін жұмыстан шығып алғанымда әдебиетімізді шақырып, сөйерге барып, 1-2 жылдай редактор болып бердім. Мына Тоқалдың курстасы екен, Кенжехан Исламжанұлы Батыжан. Тоқтар марқұм сөйерді фольклор бөлімінің бастығы екен. Жатқан жері жайын топырағы торқа болсын дейін бауырымызға. Бүгінгі жаңағы мынау жақсылық деген бұл мереке. Бәріміздің мерекелеріміз құтты болсын. Бала-шағаларымыз өсін, өркендесін. Осы жаңағы ақын ағалары сияқты атақ адамдар болсын. Келесі сөз кезегін ауылымызды біраз уақыт басқарған Бүйнебаев Тұрсын ағамызға береміз. Құрметті ел жұртым, мынау шындығында мені кейбір жастар білмейтін шығар, осы Кетпен ауылында
40 жыл өмір сүрген адаммын. Ал енді Нүсіпбек аға туралы, Нүсіпбек аға біздің алғашқы ұстазымыз. 5 класстан 7 классқа дейін мен кетпеді оқыдым. Сол кезде ол кісі сол жерде біздің класс жетекші болған. Сонымен бірге аздан кейін Нүсіпбек ағаны сыйлағанымыз сондай директорден жоғары көретінбіз сол кезде біз. Кереметтей жақсы сыйладық. Одан кейін де өмірі осы қайтқанша жақсы араласып, өзімізге жиен болып келеді. Ой, нағашының үйіне барып қонайыншы, нағашыма барайыншы деп, кереметтей сонда бір ақкөңіл, абзал адам еді. Шындығында ол кетпенмен бөденнің мақтанышы. Енді ол мынау үлкен жұмыстар істеліп, мына мектептің атын беріп жатыр. Беріп жатқан аты құтты болсын, мына қойып жатқан мүсі де құтты болсын. Ел жұртым шындығында көп жақсылық жасадыңдар. Енді осы халық болып көтерілді, өйтпесе бұл бермеуі де мүмкін еді. Не айтамыз? Құдай осындай жақсылықта әркез қауышуға нәсіп етсін, аман болыңыздар, деңгейіңіз сау болсын. Бәрекелді, келесі сөз кезегін ауылымыздың құрметті азаматы, осы мектептің жасалуына атсалысқан, үлесін қосқан Қасенхан атамыздың ұрпақтары келіп отыр екен, құрметті ағайын. Олай болса, Қасенхан атамыздың ұлы Қасымжан Тұрсынғали ағамызға сөз кезегін берсек. ауылда той болып жатыр. Нүсіпбек ағамызға мектептің атын беріп, бүгін еске алып, үстіне қойып жатырмыз. Әкесі боласың, баласы боласың деп, ол кісімен өзім жақсы араластым, жақсы өстім. Енді өзінің жасын жасамаған аллардай берсін, осы ауылға үлгі болсын, осы ауылдан сол кісідей үлкен түлектер шыға берсін деп тілеймін. Жақсылықтарына кездесін. Ендігі сөз кезегі Қаппаров Серік Қаппарұлына беріледі. Құрметті ағайын, осында жиналған көпшілік, мынау қазақ деген қабырғалы елдің қай дәуірде, қай қоғамда болсын, өзінің жаңағы ұрпағын әр кезде алақанына салып аялаған, төбесіне көтеріп ту еткен тұлғалары болған, алақанына салып аялаған ардақты азаматтар болған. Сондай азаматтардың бүгінде бар тауға, солардың бірі, солардың ішінде ең бір көрнекті ақын ағамыз, Жазушылар одағының мүшесі, оқу ағарту ісінің үздігі, осы ауылдың тумасы Нүсіпбек Исахметов ағамыз еді. Міне осы ағамыз өзінің осы пайғамбар жасына келіп жеткен ғұмырында осы халқы үшін көптеген еңбек етті. Осы өзінің жаңағы ағартушылық жұмысынан тыс қай кезде қарасам қолынан қалам түспей осы өлеңдерін жазып, сол жазған өлеңдерін жерге біз Раушан Ахметовнаға көрсетіп, әр кезде айтып отырады дейді. Бұл кезді мен оқып жүріп, оқуға студент кезімде барғанда талай көріп куә болған едім. Бізге осы отырған көпшіліктің ішінде біз туыстары ағаны тек қана халқының қалаулысы, елдің елеушісі ғана емес, бізге қамқор, өте жақын, сондай бір ақ пейіл, ақ еркін, бауырмал етке көріп келдік. Бүгінгі күнде міне осы ағамыздың осындай
әлекке жетіп осындай деңгейде көрінуі көптің осы халқының арқасы, осы еңбегінің арқасы. Аға әр кезде, қашан да жүрсе де бауырмал жан болып жүретін еді. Мен әкем 80 жылы қайтыс болған кезде қатты қиналып, 4 баламен адам қалғанда осы ана келіп қабырғалы қазақ қай кезде де басына қиыншылықтар болған, сен әкеңді нетсең, әкең айырылсам, мен бауырымнан айырылдым, ештеңе жоқ. Ер азаматтың басында жақсы да жаман да өтеді. Ауру мен ажал деген айтып келмейді деп айтқаны бар еді. Сонда мен сасып, аға бақыт деген бақыттан болдық па деп, сөйткенде аға айтып еді. Орнында бар, оғынан қарағым деп, сонда бір маған айтып еді. Бақыт деген ол қолында бар, еңбек етуге қабілеті бар азамат әрқашанда бақытты деп. Сол айтылған сөзді, сол мынау кейін өзім шығарған Сұлбардың топтығы жағы деген кітабында өткен күнде не болды қарамайды, жоқ неге біреулер саралайды. Бақыт деген осы кезде аш адамға әл жалғайтын нан еді деп сөйтіп айтқан еді. Осы жол кітабында осы бір болған оқиғаның куәсі іспетті. Ал енді не айтамыз? Аға міне қайтқалы 22 жыл болды. Аға жатқан жер жанат болсын, топырағы торған болсын, халқына еліне, халқының қалауын елінің азаматы болып, әр кезде осындай еске алып, осындай жүрген осы халқынан айналып, өз туыстары, осындағы барлық біздің ағаны жақсы көріп, азаматтары, халқы әр кезде аман болсын. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай біздің немізге ортақтасып келіп отырғандарыңызға. Енді аға сияқты әр кезде мынау артында қалған ұрпақтары аман болып, сол біздің мақтаныш етіп айтып жүре берейік. Келесі сөз кезегі осы Кепебұлақ ауылымыздан шыққан Асқар Мұрателев ағамызға сөз кезегін берсек. Армысыздар, ақынын ардақтаған, бағдарын атақтаған ағайын жұрт. Бүгінгі мынау басталған іс-шараға келіп отырған қаламдарыңыз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Мен Нүсекең туралы не айтамын? Менің Нүсекең 85 жылдары осы ауылдан қалаға баруына мұрындық болған кісі. Соғысында қызметтес болдым, 4-5 жыл. Қоластында жұмыс істедім, ағалық ақылын тыңдап, әкелік қамқорлығын көрсеттім маған. Соғыспен қызметтес болғаныма мен үлкен бақытымды өзімді санаймын. Мінекей ағамыздың еңбегі еленбей қалған жоқ. Ауылымызда мына жаңа мектепке аты берілді. Және өз қызмет істеген ел ауданында, Бақыт деген шағын ауданында ұзындығы 1,5 километрге 1,5 шақырымға жуық Исахбек көше берілді. Жайдары мінезді жақын ағамыздың бүгін жарқын бейнесі мінекей орталарыңызға келіп отыр мінекей. Өлеңінде өзі айтқандай, мына суық апырау келді қайдан, ашылғандай алдымдан енді майдан, жылата алмай өзімді кетем екен, құтыла алмай жүрмін мен бір ойдан деп. Бүгін мына табиғат анамыздың өзі Кепебұлақ бауырайы ағамызды жоқтап тұрғандай сезініп тұрмын мен. Осыдан 26 жыл бұрын ағамызға өздеріңіз білесіздер, атсалысып осы жерде 60 жылдық тойын өткөрдіңіздер. Сонда өзімнің мына көне мектепте сол жерде үлкен желіс болды, той болды. Сол кезде отырып жазған бір өлеңім бар еді кеше. Үйде кезек кітабын ақтарып отырып қазақша айтсам, сонда сарғайып кеткен тау болды. Сол кезде ағамға арнаған өлеңім еді. Соны тағы бір оқып берейін сіздерге.
тартынуға, боларма жасқануға, бүгін бір той ауылда басталуда. Жұмақ күйге бөленіп айдаламыз, жырдың құсы самғап жүр аспанымда. Үлкен мән бар жырымның астарында, бала шағын өткерген жас шағында. Нүсекең туған жерге келіп отыр, алпыстың шығып бүгін астарына. Ән салуға болады там салуға, ат жаптырып болады жар салуға. Қуанышқа кенелі құшақ жайып, туған ел ақынын қарсы алуда. Шабытты жыр бұрқанап санасында, туған елің өзіңмен жарасуда. Сайрап жатыр балаңыңда басқан ізің, кепе болақ өзінің жағасында. Қиындықта қажымай жігеріңіз, жарып шыққан ақынның бір едіңіз. Орындалып мақсатпен тілегіңіз, бірге соқсын халықпен жүрегіңіз. Таудан биік көрініп талабыңыз, туған жерге тиіп тұр қадамыңыз. Табаныңыз нұрға бөлеп еліңе қош келіпсіз, құтты болсын бүгінгі қадамыңыз. Жаңғырып жақанамға от түніңіз, артық айтсам әзірі деп біліңіз. Сағынып сарағашқа тарта бермей, туған жерге жиі кеп тұрыңыз. Ағамыз жиі сарағашқа кетіп қалады еді сол кезінде. Сондағы жазылған өлеңі. Рахмет, тойларыңыз той болсын, аман болыңыздар. Ендігі сөз кезегі мектеп басшысы Шалабаев Ербол Кеңесқалиұлына беріледі. Армысыздар, құрметті ауылдастар және алыс жақыннан келген құрметті қонақтар. Бүгінгі күнде барлығыңызға қуанышты сәт болып отыр. Ол болса да Үсіпбек Исахметұлының ескерткішінің салтанатты ашылу салтанаты. Енді осы орайда барлықтарыңызды осы қуанышпен мектеп ұжымын және бүкіл ауылдастарды және осы Үсіпбек атаның туған туысқандарын шын жүректен құттықтаймын. Бүгінгі салтанатты жиынымыз біз үшін тарихта қалатын үлкен оқиға деп есептеймін. Осы орайда мен осы Үсіпбек атамыздың мүсінін жасауда еңбек еткен мүсіншілерді мектеп ұжымы атынан алғыс хатпен марапаттағым келіп отыр. Соған рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі, оқу ағарту ісінің үздігі, еңбек ардагері, Іле аудандық мәдениет бөлімінің меңгерушісі, Іле аудандық қазақ тілі қоғамының төрағасы, Іле ауданының құрметті азаматы ақын Исахмет Үсіпбек Исахметұлының мүсінін жасаған Иманқұлов Ерлік Еренбаевич Исахметов атындағы орта мектеп коммуналдық мемлекет мекемесінің ұжымы алғыс білдіреді. Осындай мәтінмен Қайранбай Бақтияр Жұмабайұлына мектеп ұжымы алғыс білдіреді. Барлықтарыңызға рахмет. Енді салтанатты жиынымызды одан әрі жалғастырамыз. Исахметов туылмасынан, жаратылысынан жыр үшін туған жан еді. Өзіне өзінің ақындығына кәміл сенетін, сенгендіктен елге сөйлеп төгілетін жыр ақын. Ақын жырларындағы ендігі бір сипат жырлардың молдығы. Бұл жырлардан өмірдің ащы тұщысын көрген, көп теңген жанның мінез қалыбын аңғарамыз. Ендеше ақынның өлеңдерін мәнерлеп жаттаған оқушыларымызға кезек берейік. Үсіпбек Исахметов ағаштың сарғайғанын жылда көріп, күз жайлы небір өлең тыңдаған ем. Қосылды талай жырға әр күстайын мелшиіп үй алдында тұрған емен. Еменге жыл құстары ұшып кеп жүр, білмеймін қанша қанат ұшып дөмір. Әраби сол еменнің түбінде ойнап таласып сырымменен жүсіпбек жүр. Оларға күзімбе бұл көктемінде жазының жайбырақат өткеніне. Ауысып алтықсын қата келсін, өмірде ынтығады көп көруге. Ауылым аманбысың кіндік кескен, тұқабамын туған жермен кіндік тескен. Қарға түскен жерімнен қағып алған жүрмісің әлі тірі кіндік шешен. Еменнің самырындай бір ауыл ек, бірігіп бір колхоз боп құралып ек. Өлгенге бауырым деп бірге жылап, тірімен бірге жып қуанып ек. Кешегі қос соғыстың кесірені аттарды елдің түйін есілері. Бұл күнде кемпір болып қалдыңдары өрімдей кебе бұлақ жесірлері. 20 жастақта тыңдар күйіктім, бұл зерді құшақтап ұйықтадым. Соғыстың ауыр жүгін арыға жүгін көтеріп шықты талмай ұйықтадым. Үсіпбек Исахметов Кепебұлақ. Осында өсіп көктеген еш шарам жоқ тәнімде,
аларымда ап келем туған жерге бәрінде. Қарағайы не берді, қайыспайтын бел берді. Ел ағайын не берді, азаматқа теңгерді. Қиялары не берді, қиындыққа шыңдады. Ұялары не берді, үй салуды ымдады. Қара түні не берді, өткір етті көзімді. Туған халқым не берді, ұшқыр етті сөзімді. Жүсіпбек Исахметов көктем. Сол еді жаңа ғана қар кеткені, әуелі өзен тасып тал көктеді. Айналам қасқаққанша көктеңіз боп, осылай басталады тау көктемі. Жуытпай қылдай қара кіршігінде, гүлдер тұр жарқ еткелі бір шүгінде. Бір-бірінен айнымай қалғанын-ай, қыздар менен гүлдердің тіршілігі. Қуаныш кең даланы кердегендей, қара жер қайғы қасірет көрмегендей. Сай-салада сайраған сансыз көмей, өнгеніңмен, өскеніңмен дегендей. Мен елжірей барлығын тыңдап тұрмын, қосылып жырлап тұрмын. Тау көктемін тағына қарсы алумен өтіп бара жатыр-ау қымбат күнім. Жүсіпбек Исахметов туған жерге барғанда кездерде кейде қажыған бұзылса кейде денсаулық бердімнен береміз қаулыған туған жер саған жол салып сезімдер сені аңсаған құлшындар мені өмірге тауларым сенің сай салған күш қуат құяр көңілге жолдарым жатыр жүгірген қарағайышы тауышы тастарым мынау сүрінген бітіп таусынып көбісі ойнақтап көкке қарғитын астында менің асаugер Ақсүйек ойнап, ақсүйек іздеп ойнайтын осында бәкен қасендер қарайтын күнде нұрланып, құрбылар қайда құрбылар бір кезде қызыл гүл жарып, мазамды алған құрғырлар. Жүсіпбек Исахметов әкеме. Әкем кетті біздерден, соғысқа кеткен кемедей, оқ дейді мекен жерден суға батқан кемедей. Әкем кетті өзенінен, бейнесі суда сендей боп, найзасын жауға көздеді, ел үшін туған ерден боп. Соғыстың аты қиынды, сүрестің кезі ғой өкменен, топырағы сонда бұйырды, бұйырмай қалды тек менен. Мекені қалды тұз болып, әкеме жат жер жаймеді, кеткені қырау мұз болып, келмеу өтпей қайнеді. Туған жер есімде тайынген шу азаудың үстінде айбынденіп, бас білмейтін бәлілер көндіккенше таусылмайтын солайдан қайыр менің. Асау десе жаным бар тым қызатын, асаудың да бір бар шын қызатын. Асықша аударып тастағанда жоқ-шар қолтықтап тұрғызатын. Қайта тұрдым ызамен қайта бардым, ел қызылда ештеңе айтпағанмын. Жоқ-шар қайрайтын мұндай кезде жақсы дейтін бетіңнен қайтпағаным. Сол асаулар ат болды тынды жанды, мінгендері жанып тұр жұлдыздары. Өлеңімнен мен талай құлағанда ешкім сүйеп қолтықтап тұрғызбады. Жүген салып жабылып ноқталайтын, жылқышар болған жоқ сап қарайтын. Поэзия асауы бөлек екен, бір өзіңнен басқасын аттамайтын. Керек емес айтқаным айтпағаным, бұл күресте тек өзім байқағаным. Әлі күнге өлеңді жазып жүрсем, тайыр еткен мінезден қайтпағаным. Жүсіпбек Исахметов сағындым кепе бұлағым, сағындым кепе бұлағым, жағасы жасыл құрағым. Өзіңе бармай ойпырмау, осынша қалай шыдадым. Сенен мен неге шықты екем, нереме сонда ұқты екем. Бабамнан қалған құт мекен, анамнан емген күт мекен. Алыстан іздеп жақсылық, кеттім бәрде астынып, алдырып аяқ шалдықтым, өмір далдым асқынып, өмір далдым шалдығып. Сағындым кепе бұлағым, кең пейіл менің тұрағым, өзіңнен кетіп шыдадым, кете алмай тұрмын бір ғалым. Қосылып сала-сала түрлі жақтан қосынның тауларының сүңгіп шыққан. Өзенім Кепе-бұлақ бердім сәлем толқынның тереңінен сүңгіп шыққан. Анаума елелен жол кетпен асу, секілді гүлде жерге төккен шашу. Жасымнан тауда туып өскеннен бет, маған қызық қиялмен көкте адасу. Айтамын қартауымды, нартауымды, желінің өтіндегі қалғанымды. Басына кетпе таудың шыға келсем, алыстан мұңар таудың қантаңғыры. Өзеннің өрекпіген басығандай, құздаулар құлатар деп шошынғандай. Ақсада қаншектіме Кепе-бұлақ ілеге қойдай теріп қосып алмай. Алдында қара дала көлденең деп, пене бір шақырғандай бермеңнен деп. Ақсада сол шектіме Кепе-бұлақ ілеге қойдай теріп қосып алмай. Жүсіпбек Исахметов Кепе-бұлақ өзенінің тасығаны. Кепе-бұлақ өзені тасығаны, жетемін деп ілеге асығады. Ес білгелі келеді екі нағып, қашан қана тынады қосылады. Басы бұлт құздардан басталады, жағасы көк табаны тас болады. Шыққан жері алып тауарман таулар, неге ғана бұл шіркін жасқанады. Алтын донып созылған қара дала,
соны басып ілуге бара алама. 1000 болып таусылмас жусан жондан құрдым болып аяғы жоғалама. Қыс суығы қадірім сірестірер, жаз ыстығы жан-жаққа үлестірер. Жеткенше жеріне жеңгенше бітпейтін арада бір күрес жүрер. Талпынуы тасуы бекер мекен, ал сумен аяуым өтер мекен. Әлде тауым таусылмас қуат құйып, ілесіне бір күні жетер мекен. Біткен кезі түлкіліп қырарыны, қандай екен десеңші қыраныны. Бұл өзеннің мен білер бір ғажабы, қанбай тұғын әлемге құмарлығы. Бей Жахмет, таң жанға қар жауды. Қар жауып бір қарашы тән жанға, қасындамын мұңайсаң да, уансаң да, менің бала кезінде өскен шынар, әлеуінге құламай тұрау сонда, тау басын өрлеген шынармау, қанша қарап қанбаған құмармау, шыңарымды шыңнан құлатпаған, тән жанай тянақ тұра алмау. О, ақшақар қар емес ақ кілім-ау, айда беріп қайтейін ақтығыңдау, жатсам тұрсам есінен бір шықпайсың, шынар детпен кездегі шат күнім-ау. Шағылышқан жалта жұт уағыл маржан, аспандағы жұлдыздай ағыл арман, туған жерде сағыну тұса керек, бауалықтың пәкетін сағынғаннан. Бүгінгі салтанатты жиынымызға Алматы қаласынан осы салтанатты іс-шараға келіп отырған жазушы, баспагер, мектеп кітапханасының қорын 1000 кітаппен толтыруда. Өз үлесін қосуда жазушымыз Қайранбай Жұмабай Қожақұлы ағамызды ортаға шақырсақ. Жаңа бір рет сөйлеп, бет ашық қойдық қой. Ендігі нәрсе, мынау жаңағы үйде ертеңге жиналған кітаптарды жасымыз болса біразға келіп қалдық, аз жасаймыз ба, көп жасаймыз ба, бір алла біледі. Сондықтан жаңа кітап мына Алматыда тұрғанда микрорайон Думан дейтұғын бұрынғы Разбенканың қасындағы іргесі. Тұрсын біледі, Думанның қайерде екенін. Сол жерде тұрып атқанымыз қасымызда мектеп бар, биыл сол мектепке 14 бірінші класс барыпты. Ал енді оның жоғары кластары тағы толып жатыр ғой. Оқырманы көп десек, мысалы сол жерде кітаптарын бере салсам болушы еді. Содан біздің ойымыздағы отанымыз Кетебұлақ. Содан алыстан болса осы Кетебұлаққа әкеліп берейін. Қазір енді балалар оқудан қалды ғой. Интернеттен қарайсаң, үлкенімізде, кішімізде 1,5-ді оқитын адам бар шығар деп үміт етіп қоямыз. Бұл енді кітап дегеннің құдіретін бұрынғы үлкен кісілер біледі, кейінгілерді білетін шығар, оқып жүрген адамдар бар шығар. Мына кітапты оқу деген уақыттарыңызды алмайын, 5-ақ минут бір эпизод. Орыстың Лев Толстой дейтін атақты жазушысын білесіздер. Оның «Война и мир» деген бейбітшілік және соғыс дейтін үлкен 4 кітаптан тұратын романы бар. Сол романда жас офицер қаны тасып тұрған отаншыл, енді батыр болашақта қол бастайтұғын үлкен жаңағы қолбасшы болсам деп армандап жүрген Андрей Волконский деген бар. Суворов айтқандай, ана генерал болам деген болам деп ұмытылмаған солдат емес деген бар. Сол сияқты Андрей Волконский жас офицер, ол да жаңағы Суворов сияқты, Кутузов сияқты басшы болсам дейді ғой. Сөйтіп, бір күні қыстың күні ол кезде жаңағы француздармен Наполеонмен соғысып жатқан кезі, қыстың күні Россияның қысы да қатты ғой. Содан 100-ті басқарады екен, 100 әскер ғой. Содан атты әскерлер бәрі. Бүгін менің атаққа шығатын күнім, бүгін мен жаңағы осылай болатын күнім, өзіме жол ашуым керек деп, әлгі соғыстың хабары шыққан уақытта алға деп әскерін бастап шабады. Сөйтіп, құйындатып шауып келе жатқан уақытта Андрей Волконскийге оқ тиеді, құлап түседі.
есінен ауып қалған. Содан бір кезде 1 сағат өтті ме, 2 сағат өтті ме, есі кіріп, көзін ашса, ана Россияның жаңағы қою қара бұлттары көшіп атқан анда-санда күн жылт етіп арасынан көрініп қарайды екен. Әй, мен күнді көрдім ғой. Күн деген бұл тіршілік емес пе, өмір емес пе? Мен тірі қалыппын ғой. Ойпырмай мына өмір деген не деген керемет нәрсе. Қандай жаңағы жақсы дүние еді. Мен жаңағы генерал болам, бастық болам, қолбасшы болам, бүгін атағымды шығарам, ерлік көрсетемін деп едім, түкке тартмай кетті ау. Деп, анау сөйтіп ойлап өзінің ойы. Бұл енді бар болғаны жаңағы бір кішкентай ғана жарты беттік па, бір беттік па сондай нәрсе. Осының мысалы телевизор не болмаса кино болса, анау аттан құлай күнге қарай, бірақ анандай тебіреніс кітапта ғана бермейді. Сол кішкентай тебіреніс арқылы жазушының жаңағы бейбітшілік, соғыс және бейбітшілік деген бір кітаптан тұратын үлкен тақырыбы бір кішкентай ғана эпизодта мына бейбіт өмір деген қаншалықты жаңағы құнды екенін, соғыс деген қандай зор нәрсе екенін көрсетеді. Сондықтан жаңа бәріңізде кітаптан қол үзбеңіздерші. Кітап адамға тәрбие береді, білім береді. Сондықтан да жаңа кітапты осында алып келгенде оқырмандарым